Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге биылғы жылдың хиті болған хрустящий баклажан салатының құрамымен бөлісетін боламын. Керемет қытырлақ болып шығады. Ең алдымен баклажандарымыздың сыртын ашып дайындап аламыз. Қалауларыңызға қарай ашымай істесеңіздер де болады. Дәл осы салат биыл хит болғаннан кейін кез келген кафе, ресторандарда өтімді салат болып тұрды. Кафелерде бұны удай бағаға сатады, яғни бұны үйден істейтін болсаңыз өте тойымды және ыстықтай жесеңіз қытырлақ керемет болып шығады. Енді баклажандарымызды ортасынан бөліп, көлемдерін осындай үлкен етіп турап дайындап алдым. Үстінен тұз қосып, салқын суды құйып, шамамен 20 минут, жарты сағаттай салқын суда қалдырамыз. Баклажанның бойындағы қышқылын су өзіне тартып алатын болады. Одан соң суды төгіп тастап, құрғақ салфеткаге кептіріп аламыз. Үстінен крахмал саламыз. Кукурузный крахмалды пайдаландым. Кукурузный крахмал болмаған жағдайда картоп крахмалымен алмастырсаңыздар болады. Кондитерлік дүкендерде арнайы осы хрустящий баклажан салатына арналған крахмалдар бар. Сондай крахмалды алып пайдалансаңыз да болады. Енді шұңғыл ыдысымызға баклажандарымыз батып тұратындай етіп, майымызды құйып, оттың астын қатты қойып қыздырып аламыз. Баклажандарды салғаннан кейін оттың астын орташа қойып отырып, қызарғанша қуырып аласыздар. Отымыздың астын қатты қойып бір қызартып алғаннан кейін орташа отқа қойып пісіресіздер, себебі баклажандардың ортасы піспей қалуы мүмкін. Енді помидорларымызды тураймыз. Мен кәдімгі помидорды пайдаландым. Черри помидорын пайдалансаңыздар да болады. Ыдысымызға помидорымызды орналастырып, үстінен салатный листті турап саламыз. Салатный листтің орнына рукколамен алмастырсаңыздар да болады. Және чим-чимнің тәтті соусын қосып алдым. Салатты араластырып, тарелкаға орналастырамыз. Қалауларыңызға қарай черри және де рукколамен алмастыра берсеңіздер болады. Және баклажандарды салатқа араластырып жіберуге болмайды, себебі қытырлық болмай қалуы мүмкін. Және де қалауларыңызға қарай кез келген сырмен әсемдесеңіздер болады. Соусты бетіне құйып, творожный сырды қойып шықтым. Барлықтарыңызға видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.